Эверест тауы, шыңы аспанмен тілдеседі. Мұзды сұлулық тауы. Батыл саяхатшылар үшін бұл ең үлкен сыйлық. Эверест әлемнің әр түкпірінен альпинистерді шақырады. Олар өз шектерін тексеру үшін келеді, күштерін табу үшін келеді. Тау қатал ханым, құрметті талап етеді, ауа жұқа, жел қатты, су сүйектен өтеді. Соған қарамастан альпинистер оның беткейлеріне тартылады. Олар әлемнің төбесінде тұруды армандайды. Көпшілігі үшін саяхат шыңға жетуден де артық. Бұл шекараларды кеңейту туралы, бұл өзіңді тану туралы, бұл белгісіздіктің сұлулығы туралы. Өрмелеу жүрегі әлсіздер үшін емес. Әр қадам күрес. Биіктік өз әсерін тигізеді. Тыныс алу қиындайды. Альпинистер қауіпті жарықтарға тап болады. Олар мұзды беткейлерде жүреді. Қар көшкіндері үнемі қауіп төндіреді. Ауа райы болжанбайды. Бір сәтте күн шығып тұруы мүмкін. Келесі сәтте боран тауды жауып кетуі мүмкін. Көріну нөлге дейін төмендейді, жел айқайлайды. Альпинистер өз жаттығуларына сенеді. Олар жабдықтарына сенеді. Ең бастысы, олар бір-біріне сенеді. Аман қалу үшін командалық жұмыс өте маңызды. Көпшілігі Эверестті бағындыруға тырысты. Кейбіреулері сәтті болды. Басқалары қаза тапты. Олардың әңгімелері тау тарихына жазылған. Эдмунд Хиллари және Тенсинг Норгей шыңға бірінші болып шыққандар. Олардың есімдері аңызға айналған. Олардың жетістігі альпинистердің бірнеше буынына шабыт берді. Ерекше батылдық туралы әңгімелер бар. Басқаларды құтқару үшін өз өмірін қатерге тіккен альпинистер, өзін өзі құрбан ету және батылдық актілері. Бұл әңгімелер бізге адам рухының күшін еске салады. Бірақ Эверестте де трагедиялар бар. Тауда қаза тапқан альпинистер, олардың естеліктері қауіп қатерді еске салады. Тау әрқашан құрметті талап етеді. Эверест табиғаттың күшінің куәсі ретінде тұр. Бұл таңдану мен таңқалу орны. Бұл табиғат әлемінің алдындағы өз кішілігімізді еске салады. Тау бізге төзімділік туралы үйретеді. Бізге табандылық туралы үйретеді. Табиғат күштерін құрметтеудің маңыздылығы туралы үйретеді. Біз оның беткейлеріне шықсақ та, алыстан тамашаласақ та, Эверест біздің қиялымызды баурап алады. Бұл адамның амбициясының және зерттеудің мәңгілік сұлулығының мәңгілік символы.